Кейде мына бір кісілер намазға шақырып отып, өзгелерге бүйтіп айтады, ей, намазды бастасаң, өмірің қандай болады дейді. Өмірің жеңіл болады намаз бастасаң, жолың ашылады деп. Негізінде сынақ есесімен келеді намаз оқыған адамға. Неге? Себебі ода оны көтере алатын иммунитет пайда болады, күш пайда болады. Алланың құзырында намаз оқыдың ба дәрежең жоғарылады, оразаны қостың ба тағы дәрежең жоғарылады, зекетін беріп жатсың ба дәрежең жоғарылап жатыр. Дәрежесі жоғарылаған сайын оған сынақтар есесімен болады. О, бірінші класстың сынағы мен экзамені мен 10-шы класстың экзамені бірдей болмайды ғой, дұрыс па? Дәрежең өскен сайын емтиханың ауырлай түседі, бірақ сенде оны көтере алатын не болады? Күш болады. Сол үшін өмірің жеңіл болады. Мына жаққа қабылдамайсың дереу. Кеше ақша ауысып кеткенде не болды? Қап-қап ақша үйде қағаз болып тұрып қалған кезде жүрек үстінде болып қалмады ма қанша адамның? Паралич болып қалды. Не үшін мына жаққа қабылдайды? Не болды енді? Не істеймін деп. А мұсылман адам не істейді? Хайыр енді. Басым маман ғой. Құдай иманнан айырмасын. Ақыреттегі әйтеуір сауабынан үміт етемін деп мұсылман адам сынақ деп қабылдайды.